Сәлем достар, бұл жас өлең, жас үн подкасты. Бүгін бізбен бірге әлеуметтік желі арқылы өз өлеңдерімен талай жастың жүрегіне жол тапқан жас ақын Елдос Досжанұлы. Қош келдіңіз ағай. Жақсы, қош көрдік, рахмет. Елдос ағай, қазіргі жастардың поэзияға деген қызығушылығы қайта оянып келеді. Сіз үшін өлең не? Ол сіздің өміріңізде қандай орын алады? Жақсы, енді өлең дегеніміз жалпы Абай атамыз айтады ғой, данышпан. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы дейді. Өзінің бағытына жол сілтейтін, кереметтей сенім мен сезімді ұштастыра білетін, осы қара сөздердің ең бір бетіндегі қаймағы, және де осы жастардың жүрегіне жол ашатын, әсіресе ақын жанды адамдардың бір қиялын ары қарай жақсылықпен жалғайтын осы бірде-бір өнер, және де сол өнерді ары қарай жалғастыратын бір тамаша құрал деп айтсам артық айтпаймын. Өлең жазу жүректен шыққан шынайы өнер. Сізді поэзияға жетелеген нәрсе не болды? Мені поэзияға жетелеген нәрсе өзіміздің қазақтың ұлы тұлғалары, соның ішінде ұлы ақындары, айта кетсем, Ұлықбек Есдәулет, Қағали Мақатаев, Қадыр Мырзалы атты біздің аға аталарымыздың сол жандардың өлеңдері жүрегіме жақын тиді. Соны жаттауға құмар болдық жас кезімнен. Содан бастап болды жалпы. Қазір көп жастар TikTok, Instagram арқылы өз ойын, тіпті сезімін де өлеңмен жеткізеді. Сіздің ойыңызша әлеуметтік желі поэзияны қалай өзгертті? Әлеуметтік желі арқылы жастарымыз танымалдылығы және де осы өнер жолында жүрген ақындығы бар жастар әлеуметтік желіні өлең арқылы керемет деп сипаттап жатыр, және оны ары қарай жүргізіп жатыр. Сол әлеуметтік желі арқылы, енді айтсақ көп қой, TikTok, Facebook, Instagram, мен ойлаймын, жақсы жағынан қазақилықты тәндететін, сондай бір рухани ішкі жан дүниесінің шынайы жақтанды емес өлеңдер осы әлеуметтік желіге салынса, онда біздің осы әлеуметтік желі бір рухани өлең жағынан байып, біздің келешек ұрпаққа бір тәрбие алатындай маңызы зор нәрсе болады деп өзім айта аламын. Өте жақсы пікір екен. Ал енді біздің көрермендерге арнап өзіңіздің бір қысқа, жүрекке жақын өлеңіңізді оқып берсеңіз. Әрине, махаббат жайында бір өлең жазған едім. Ғашықтық сыр деп аталады. Соны оқып берейін. Кеудеден ағылса жыр тұнық, менен де қалмайын іркіліп, сол қызға тағы өлең арнасын, жан сырын ақтарып бұл жігіт. Көзіңнен сезілмей мұң күдік, жан гүлім қашанда жүр күліп, ойымды өлеңмен жеткізем, сөзімнің астарын білдіріп, жүргенің сұлу боп құлпырып, сендегі бағалы құндылық, қап-қара ботадай көзіңе тағайын моншақ жыр тұндырып, жүректі қойсаң да мың буып, ашады мендегі бір құлып, алмасам болғаны сендегі көңілдің әйнегін сындырып. Рахмет Елдос ағай, өлеңіңіз жүрекке жетті. Құрметті достар, поэзия жанның айнасы. Жастар поэзияға жақын болса, рух та биік болады. Сондықтан өлең оқиық, шабытты болайық. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Рахмет сіздерге.